Material sağlıklıklar, ösümlükler, canlılar degan to'p kiradi. Endi bugungi sabaq o'tamiz. Bugun qanchasi? 18. 18 4-oy, 27 yil. Bugungi taqdirimiz tabiiy және жасанды экожүйелер. Бүгінгі сабақтың мақсаты 5-3-3-1 кейбір заттардың табиғатта өздігінен пайда және жасанды жолмен алынған материалдар туралы өтеміз. Енді мысалы сіздер айтасыңдар ғой, табиғи экожүйеге көрнектер. Енді табиғат, жан табиғаты қаншаға бөлінеді деген? Жан табиғаттың өзі 4-ке бөлінеді. Саңырау, лапатшалығы, мұсіндер көзіңізді мұнда өткесіңдер, Енді қараңдар, саңырау патшалығы нешті деген? Айта қоямыз. Саңырауқұлақтардың да өз патшалығы бар. Саңырауқұлақ ол өз бетімен жерді жарып шығатын экожүйе. Олар кейде жануарлардың да өсімдіктерінде қатарына кіріп отырған. Енді қараңдар, бұл жерде жан табиғат, мысалы, жан табиғат болғанда бұл өздігінен пайда болады. Жаңағы жасанды, мысалы, қарапайым біздің қолданып отырған борымыз табиғи ма? Табиғи емес пе? Жасанды, иә? Кітап ше? Ана өсімдіктер ше? Табиғи, иә? Екеуінің арасы деген жер мен көкке ие. Енді сенде кітапты, мәтінді оқи отырып, мына мен таратқан сөздерді, адасқан сөздерді құрап мәтін шығарасыңдар. Түсінікті ғой? Ішін ашсаңдар, ішінде сөздер бар. Сол сөздерді құрастырасыңдар. Екеуі ара бір сөз. Қаны құрастыра қойыңдар. Ашық сөйлемді құрастырамыз. Жаңа сабақтың кітаптан оқимыз мәтінді.
қарапайым, мысалы үйде не кеңседе тұрған, бағып отырған адам. Жасанды ортаға жіберілген аквариум ареаларындағы аквариум шынысымен, судың температурасымен шектелген түсетін жары. Жарық пен энергияны азықты тіршілікті адам жасап құрамын бақылап күтіп отыр. Кейде экожүйеге әкеп қосылған биологиялық табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына да әкелуі мүмкін. Мәселен, егер адам экожүйенің өзінде жоқ жануарды не өсімдікті әкеп оған белгіленген жесін бермек болса, оның аты жақсы болуы ықтимал. Ғылымда ондай оқиға жетерлік. Ғылымдағы экожүйені жіктеудің бірнеше тәсілі бар. Оның ішіндегі кең тарағаны экожүйе табиғи және жасанды деп екі топқа Экожүйенің құрамдас бөлігі өзендер, орман, өсімдіктер жүйесі болады. Ол жылдаған өзгерістер аталмыш аралық бір-бірімен тығыз байланысты, ажырамас төзімді тұрақты келеді. Жыл бойы қалыптасқан климат пен табиғи жануарлар мен өсімдікті жүйесін қалыптастырады. Жануарлармен тұтастық болғандықтан өте бірлікте. Сіздер аяқтаймадыңдар ма? Оқыңдар шыққан. Экожүйе экологиялық ғылымдағы жануарлар мен өсімдіктер іргелі ұғымның бірі. Берілген бір орта тіршілік етіп жатқан өзара зат пен энергия, олардың бір-бірімен байланысы және дүниесін микроағзаларды алмасуын экожүйе деп атайды. Жүйе сөзінің қысқартылған түрі экология. Енді дәптерді ашамыз, жаңағы сөз жинаған сөзді жинап қойыңдардағыны дәптерге бүгінгі күнді не аламыз? Жазамыз. Бүгінгі тақырыптан термин сөздерді дәптерге түсіреміз. Бүгінгі сабақтан термин сөздерді дәптерге түсіреміз. Бүгінгі тұстомы жазамыз. Бүгін 18-4 ай 20 жыл тақырыбы табиғи жасанды экожүйелер. Осы тақырыптағы термин сөздерді дәптерге түсіреміз. Қане орында істейсің?
ол не? Toprak деген жердегі кәдімгі Қай жүйеге жатады ол? Амина. Топыраққа жасанды ма, экожүйе ма? Жасанды ма, экожүйенің ішіндегі жоқ табиғи ма? табиғи. Табиғи экожүйе екен, иә? Несінен не шықты? Балмұздақ, иә? Жасанды ма, табиғи ма? Жасанды. Не себеп өйткені? Өйткені ол адамның қолымен жасалған. Иә. Бақпен Бізден кітап деген сөз шықты. Ол жасанды экожүйе, ол адамның өз қолынан жасалады. ол адамның өзіне пайдасына жатқан нәрсе зат, иә? Асылбай не шықты? Бізден оқулық. Оқулық деген не ол? Кітап. Кітап деген қандай жерге шықты? Табиғи ма, жасанды ма? Жасанды. Жасанды, иә? Отыра, сендерде не шықты? Бәрін мына сөзге қарап тыңдаңдар, кім? Жарайсыңдар. Иә, көрдіңдер ма? Барлығыңа тапқан ребустарыңа менің де жауабым, барлығыңа жарайсыңдар. Түсінікті ғой. Енді осы ребусқа қарап көрдіңдер ғой. Осы ребусқа қарап өздерің бүгінгі тақырыпқа байланысты ребус құрастырасыңдар. Түсінікті ғой. Қасыма түсінікті ғой, иә? Жасанды және табиғи жасандар ғой. Оның бар, жалғыз оқулықтан емес. Табиғи жасанды заттарды алып істеуге болады. Түсінікті ғой. Оқулыққа қатып қалған қағида жоқ, маған қараңдар. Өмірдегі табиғи жасанды заттарды қолданып жасауларға болады. Түсінікті ғой. Дәм бастаймыз. Қалай істелінетінін білеміз ғой, иә? Мына еңбегіне былай істелге қоясың, мынаған былай істелге қоясың. Бірақ мына еңбегін жанына алып тастайсың. Сонда не қалды бұл жерде? Былай арқы қалып, көрдің ба? Сөйтіп шығамыз.
болмаса кәдімгі білеміз. Енді бірінші біреуіміздің жауан қабай, тауып көрейік, кәні. Сейген болмағын? Ondan ne diyor? Kâne? Ondan Canlı değil. Ne çıktı? Hayır, iyi geçiyor yani canlı. Ben sizi de çıktı. Bizde de canı aşık da o tabii ve ekoloji. Canı var ha? Alma o. Bu arada ise bir çift birisine yakın. Biletli çıktı. Başka? Kan hakkım çıktı. Onda mı seviyor? Sen ne yaptın mı? Tabirat ya. Bırak mırancı kişi mıran razı olsun. Aynı böyle ne oldu? Kan bu da sen ne çıktın dedin?
қаншасыншы жылы және қай елге тіркелді? 1985 жылы ақшта тіркелді. Сәбина қоя ғой. Бір жасушалар дегеніміз не? Білесіз? Бір жасушалар дегеніміз бактериялар. Ары қарай. Ағын қоя ғой. Тышқан неше түрде жерін неше метр қазалады? 76 метр. Ағын қоя ғой. Ересек барға өмір сүру кезегі неше маса жейді? Аяғы. 3 тоннадан артық маса жейді. Тақым сұрақ дайын. Екеніз сұрақ қоя ғой. Бактериялар туралы қандай ақпараттар бар? Бактериялар бір жасушадан тұрады және олар зиянсыз және зиянды деп екіге бөлінеді. Олардың арасында мысалға кәдімгі қарапайым шылымның өзін алатын болсақ, оның ішкі құрылысында 6 миллион бактерия тұрады. Алайда оның арасындағы біреуі зиянсыз, зиянды болып бөлінеді. Тақым сұрақ дайын. Сәбина сұрағын маңға қойыңыз. Айта олақтың. Бактерия сөзі грек тіліне аударғанда қандай мағына? Екран айта ғой. Бактерия сөзі грек тіліне аударғанда таяқшы деген мағынаны білдіреді. Дұрыс сабақ беріңіз. Арыз. Өсімдіктің қанша түрі бар? Ағын айта ғой. Өсімдіктің 350 мың түрі бар. Оның 287 мың түрі ғана зерттеліп үлгерген. Отырамын. Енді. Қоя ғой. Жануарлардың неше түрі бар? Мақсырын айта ғой. Жануарлардың 35 мың түрі бар. Арына сұрағың бар ма? Арына осы сұрақ. Жанды табиғат нешеге бөлінеді? Айнина жауап береді. Жанды табиғат төртке бөлінеді. Қандай патшалықтар бар? Өсімдіктер патшалығы, жануарлар патшалығы, саңырауқұлақтар патшалығы және бактериялар. Жарайсыңдар. Енді тыныш. Енді сапайын қоямыз. Экожей нешеге бөлінеді? Саян айта ғой. Екіге бөлінеді. Жанды табиғат, жансыз табиғат деп бөлінеді. Бүгінгі өткен тақырып, иә? Енді шаршадыңдар, иә? Енді маған қараңдар. Едіңше селекцияны өткізейін, иә? Кішкене ойымыз. Маған қараңдар. Бас бармағым атам дейді. Атасы үйдің үлкен ме, кішкентай бола ма? Бас бармағы, міне? Бақ, қолдан сілден. Бас бармағым атам, үйдің данасы. Бала үйлек әкем, әжем, ошақ анасы. Отан керек әкем, отау панасы. Шылды жүрек шешем, шаңырақ анасы. Итте үрпекмен бәрінің базары. Сендер ата-анадан сен үшін қуана ма, қуанбай ма? Қуана, иә? Енді, арна, бұна көшірімді. Қане, әкешің аты айтшы бізге. Әкемнің аты Серік, ал анамның аты Жадыра. Отбасыңды, өзің жақындарыңды жақсы көретін туралы бізге айтып берші. Мен нағаш атаммен нағаш апамды және де оның балдарын Жақсы көресің, иә? Қане, бақ берем сен. Менің анамның аты Забира, әкемнің аты Омархан. Мысалы, туысқандан қалай жақсы көресің сен? Мен туысқандарымды, Қайдан жақсы көресің? Қалай жақсы көресің? Сипаттап берші бізге. мен туысқандарым кішіпейіл, жақсы, мейірімді, керек кезде көмек береді. Менің анамның аты Жанар, әкемнің аты Жаңабай. Мен өз туыстарымды жақсы көремін. Себебі оларды мен жақсы көрген сайын өзіме бір нәр алатын секілдімін. Тіпті оларды жақсы көрудің өзін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Менің әкемнің аты Бақытжан, анамның аты Бақытгүл. Олар өте мейірімді және мен өзімнің туысқандарым туралы айтатын болсам, олар өте қамқор және кішіпейіл, мейірімді, маған барлық мейірімділік жұмыларын көрсетіп жүреді. Жәңгелді. Менің әкемнің аты Айдар, анамның аты Гүлзира. Мен
Bizga qarang. Aylaningga. Sana qara so'raysan ba'orlarimni. Ayting men qara. Ba'orlarni so'raysizmi? Qanchacha so'raysan ba'orlarni? Qamqor ya. O'tiradi. Qani Amina. Mening akemning ati Ko'rnekbay, anamning ati Ayvon. Men o'z tuqqanlarimni және отбасымды қатты жақсы көремін. Sabina. Менің папамның аты Рамазан, мамамның аты Бақытгүл. Мен бауырларым туысқандарымды өте жақсы көремін. Олар әркімді құрметтеп, маған өте сыпайылық үйретіп, мені өте жақсы көреді. Nurислам. Менің әкемнің аты Мағали, анамның аты Жұмакүл. Мен туысқандарымды қатты жақсы көремін. Себебі олар мейірімді, кішіпейіл, қамқор. Sen ba'orlaring birovga olsa, ba'orlaring birovga bererming? Мен бауырларымды ешкімге бермеймін. Аңыз айтамын. Менің әкемнің аты Асқар, анамның аты Жанат. Мен оларды қатты жақсы көремін. Және туысқандарымды да. Туысқандарым маған жылулықтарды сыйлайды. Одан бөлек мен достарымды қатты жақсы көремін. Олар маған қиын қыстау кезеңде көмек береді. Және олар қол ұшын. Aslı. Менің әкемнің аты Төлеуай, анамның аты Гүлжан. Мен туысқандарымды жақсы көремін. Ne sebep? Себебі олар мені де жақсы. Aynen. Менің әкемнің аты Славбек, анамның аты Азима. Мен туысқандарымды қатты жақсы көремін. Себебі олар қонақжай, кішіпейіл, қамқор. Bravo. Менің мамамның аты Халипа, әкемнің аты Ғани. Мен оларды өте қатты жақсы көремін. Ne sebep? Olар мейірімді, жақсы, қамқор. Senin айтқан дүниеға да жақсы істейді, иә? Sen айтамын. Менің әкемнің аты Мұхит, мамамның аты Салима. Мен оларды жақсы көремін. Менің туысқандарым жақсы көремін. Олар кішіпейіл, қамқор. Отыра қойыңдар. Барлығын бауырын жақсы көреді дегенсіңдер, иә? Ойларың ішіне бөлінді ма? Бөлінді, иә? Неге? Өйткені сендер өздеріңе алыңдар. Бауырларды еске алдыңдар, иә? Мен сұрақ қойғаннан уже бірінші алым айта бастағаннан бәрін ойландыңдар, иә? Апайға мен сонда мен не айтады ой болды ма бәрінде? Болды, иә? Ана күнеген айнекүндіз бауырған неғып жақсы көреді екенбіз, иә? Енді қайтсауға көшейік. Осы тақырып бойынша енді тест бастайық, иә? Bir 3 teşedir. Bir söyleme yaptık 3 teşedir. Cevabı ver. Aşk test. Ya çok benziyiz. Yazayım ya. Sen mağan karandır edi. Rab olsandır mağan karandır. Tez kalsın kıyım bolma. Niye?
өйткені кішкене өзіміздің балалық шаққа барып қайттық иә суреттермен. Неге өйткені сендер қазір жоғары сыныпсыңдар иә. Енді үйге осы сабақты оқып келеміз. Тиянақты жаңа тестті бітірмегендер тиянақты бітіріп келеміз. Сөйтті ғой иә. Тақырыпты жақсылап оқып келгені енді сабақ мен сабақ сұраймын. Айта ғой. Өсімдіктің неше түрі бар? Айтыңдар ешқай тоқтай тұрмын. А 35 мың, Ә 150 мың, Д 250 мың. Ағаш 150 мың түрі бар. Жануарлардың қанша түрі бар? А 35 мың, Ә 44 мың, Д 5 мың. Асылай. Үшінші сұрамыз. Үшінші сұрағым. Шыбында неше бактерия бар?